Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Бүгін біз Қызылорда қаласына келіп отырмыз. Қызылорда қаласының маңында орналасқан Қарауылтөбе деген ауылдық округында Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының басқарма басшысының орынбасары Рүстем мырзаға келіп отырмыз. Енді бұл жерде келген себебіміз промышленный микробиология біздің компанияның өнімдері жаңағы Қазақстанда өндірілген ой күшімен жасалған препараттар, соның қандай түрлері және қандай егін шаруашылығында қолданып жатсыздар, соны айтып өтсеңіз. Қазір біз микробиология институтының ғалымдарымен тығыз әріптестік негізінде жұмыс жасаймыз. Осы ғалымдардың өздерінің ойлап шығарған препараттар Ризовит Акс пен фитобактериенді қазір жұмысқа қолданып жатырмыз. Осы препаратты қолданғалы жұмысқа дақылының бұрынғы өндірмей еккен кездегіден 95-98%-ға дейін қазір ештеңе артып тұр. Соның арқасында біз 50%-ға дейін қазір жұмысшылардың өнімділігін көтердік. Пайдасы бар ғой препараттар, не? Жақсы пайдасы бар. Екіншіден, мынау қазір институтта әртараптандыру дақылдары бойынша егістер егілуде. Соның ішінде сорғы дақыл бар, мақсары бар, соя бар. Соя дақылына да осы Ризовит Аксты қолданғанда жақсы нәтиже беріп жүр. Түйнек бактериялар байлауына жақсы әсер етіп тұр. Күріш дақылына фосфобактерин, фосфор сұйықтың айтқышын қолданып келе жатырмыз. Ол да осы микробиология институт мамандарында дайындаған өнімдері. Тағы да басқа да жаңа сіздердің осы жерге келіп отқаны демонстративный поляларыңызда институттарыңыз қандай тәжірибелер қояды? Қазір осы қандай бізге препараттар не болмасын келеді, соны сынақтан өткіземіз. Және де сол нәтижелерін, мысалы шаруаларды жазды күндері поля күні деген болады, бізде демполя өткізіп, осы барлық шаруашылықтарды шақырып, жинап, осы жерде оқыту, білім тарату орталығының мамандары сонымен таныстыру жұмыстарын жүргізеді. Біздің жаңа препараттарды қолдану жайлы айтып өтсеңіз, өйткені көптеген шаруашылықтар жаңа қолдану кішкене қиындатады дегендей, уақыт алады дегендей сол жағынан. Жоқ, бұл препараттың қолдануы қарапайым, тек қолда бар затпен араластырып, өзі себетін сепкішпен сеуіп, араласып ешқандай уақыт алмайды. Ешқандай қиын қосымша жұмыс та емес, бұл тез жасалатын зат. Осы промышленный микробиологияның өнімдеріне ұқсас препараттардан қарағанда осы препараттардың бағасы сіздерге қалай тиімді ме? Бұның өзі шетелдікте түрлері бар, бұл препараттардың, бірақ оларға қарағанда бұл қолжетімді бағада препараттар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тәжірибеден өткізгенде пайдасы, өнімі бәрі артты. Өнгіштік артты, Рахмет, Рүстем мырза. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.